хабар берсең болар еді ғой. Кейін алып келгенде тойын істеп берер еді. Астағфиралла, айтпай берсін маған сондай той мой деген керек жоқ. Келіннің өзі қайда? Бөлмесінде. Жарым, ұялып отырған шығар. Жоқ, субханалла, Құран оқып отыр. Жақсы, келеші. Иманы болғаны жақсы ғой ене. Шырақ әке шешесі келгенде сәлем салып, құрмет көрсету дегенде. Жарайды, қойшайын. О, папа! О, пистолетін оғыз. Қайдағы өткен? Оқтайсың. Атасы үкімі, дәлде бар. О, немерем бе? Атың кім айналайын? Атыңды айтса аузың жоқ па? Жандос Үйбін Юсуп. Юсуп Үйбін Жандос. Жандос де. Юсуп де. Қандай кереметтер. Пайғамбардың аты ғой бұл. Атыңа заты сай болсын шығар. Юсуп, руын кім айтшы ма? Білесің бе? Білмесең қазір атан үйретеді. Мынау әжең. Мен атаның. Қазақта жеті ата деген болады. Ол былай. Сен Юсупсың. Әкең Жандос. Мен атаң Сәрсенбек. Алдында Сейсенбек. Ары қарай Дүйсенбек. Одан Бейсенбек. Астағфиралла, керек жоқ. Немене жеті ата, меті ата, балам миын шыртын. Керек жоқ. Ру, зачем? Әкесін атын біледі, сол жетеді. Балам, олай ба? Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Ата-бабасын білген дұрыс емес пе? Керек жоқ, жеті ата, меті ата. Сүйікшілікпен термен не керек бар? Балама, сенекті аруақтарға тигізбек. Аруақта немене оқасың? Не өзіне, не біреуге зиян келтіре алмайды. Одан не сұрауға, не тілеуге болмайды. Балам, ешкім аруақтан тілеп жатқан жоқ. Бір Аллахтан ғана тілеу керек. Оны барлығымыз білеміз. Көруші Аллах, ризық беруші Аллах. Ал аруақ деген, ол сенің ата-бабаң. Біз оларға Құран бағыштаймыз. Жеті нан таратамыз. Біз қазақпыз ғой. Қайдан қазақ? Қазақ емес ол. Мен де қазақ емеспін. Біз ұлтқа бөлінбейміз. Әлхамдулилла, мұсылманбыз. Яма Юсуп,